Жарық. Сиқырлы бұта. Ал тағы да жаңбыр тамшылары. Алақай. Ақырында барлығы жақсыным алды. Дұрыс, олар үш мейірімді пер болды. Күн шуақ, табиғат, жаңбырлы. Олар осы сиқырлы елдегі адамдарға бірге көмектесуге әрқашан дайын. Рахмет, күн шуақ пері, біз ешшікке жылы күн сәулесін жеткізуге көмектескеніңіз үшін. Ал табиғат пері әрқашан сиқырлы бұтаның көмегімен ағаштардың тез өсуіне көмектеседі. Әрине, мен және табиғат әрқашан барлығына ең жақсысын көрсетеміз. Солай емес пе, табиғат? Бірақ екеуің жақсы екенсіңдер. Неге жаңбырлы перімен жүресіңдер? Кейде бізге көп жаңбыр қажет болғанда, ол бірнеше кішкентай жаңбыр тамшыларын жасайды. Ал егін жиналуға жақын болғанда, ол дауылды жаңбыр әкеледі. Менің қабілетім оларға да, перілерге де пайдасыз ба? Бірақ, әрине, күн мен табиғат бұлай сезінбейді. Солай ма? Менің ойымша, жаңбырлы пері екеуінің досы болғандықтан, оны ұстайсыңдар, солай ма? Мен туралы немі осылай ойлайды екен. Мен барлығына қолымнан келгенше көмектестім. Күн шуақ, табиғат, екеуін мені жақсы білесіңдер, бірдеңе айтыңдар. Жарайды, егер екеуін мен туралы бірде ойласаңдар, онда мен кетемін. Жаңбырлы болма, оны қума. Ол болмаса бізге әсер етпес едік. Бірақ, уайымдама, ол өзіңізді күте алады. Ол біраз уақытқа қайтатын шығар. Енді ертең жұмысты жалғастыру үшін демалу керек. Дегенмен күн шуақ пен табиғат жаңбырдың жоқтығы олардың келесі жұмыс күндерін соншалықты қиынға соқтыратынын күтпеген. Қазіргі уақытта перілерге не болды? Барлығының энергиясы соншалықты күшті және біркелкі, сондықтан біздің егін долар жинап жатыр. Дұрыс, сіз өз жұмысыңызды жақсы орындауға назар аударуыңыз керек. Неге солай? Біздің сиқырымыз әрқашан бәріне жақсы өнім беретіні анық. Себебі жаңбырлы бұл жерде жоқ, әлі есіңізде ме? Сол күні жаңбырлы екеуміз барлық жерге жаңбыр мен сиқырлы бұталарды әкеліп, ағаштардың жақсы өсіп, тез өсуіне көмектестік. Я, жаңбыр да күн энергиясын бақтағы ағаштарға таратып, өсімдіктер өсіп, қурап қалмас үшін көмектесті. Жоқ, біз жаңбырлының маңыздылығын жете бағаламадық. Я, енді оны қайтып табуымыз керек. Онда сұрайық, оны тауып алайық. Ол қайда кетті? Осылай энергияны басқара алмай бірге жүре берсек, өсімдіктер жойылады. Күн мен табиғат мұнайып тұрғанда, табиғат кенеттен айналасындағы таныш жаңбырлының сиқырлы көпіршіктерін көрді. Жаңбырлының көпіршігі, жаңбырлы сол жерде сияқты. Ой, дұрыс, асығайықшы. Бірақ оған не болды? Денесінде жарақат көп. Оның денесі неге бұлай жарақаттанған? Әлбетте біреу. Абайла! Жарайсың! Сен кімсің? Неге бізге шабуыл жасайсың? Жаңбырлыға зиян тигізген сен бе? Мен қара сиқыршы Мелисамын. Менің басты міндетім сені сияқты перілерден билікті алу. Бүгін мен сендердің үшеуіңді осында кездестіргеніме өте қуаныштымын. Дегенмен жаңбырлыны қорғау үшін табиғат пен күн шуақ Мелисаға қарсы сиқырларын тез қолданды. Жақсы, әрине мен. Алайда табиғат пен күн шуақ олардың артынан жасырынып келе жатқан адамның жаңбырлы екенін білмеді. Жаңбырлы, не істеп жатырсың? Біз сенің достарыңбыз, күн мен табиғат. Біз дос емеспіз, менің досым тек Мелиса. Дұрыс, жаңбырлы менің ең жақсы досым, ал сен жаңбырлыны ренжіткен жалғыз жаусың. Жаңбырлыға не істедің?
Мен ештеңе істемедім. Тек сен келмес бұрын бейшара Жамбырлы мені тыңдап, менімен бірге ең мықты пер атануға келісті. Менің қара сиқырым мен Жамбырлы енді менің тапсырмамды орындайды. Ал сендер оның жауларысыңдар. Жоқ, біз Жамбырлыны оның бақылауынан құтқаруымыз керек. Табиғат, маған қол ұшын берші. Олар екі перінің күшімен төбелесуге барынша тырысты. Қосылсам мұншалықты мықты болады деп күтпеп едім. Осылай жалғаса берсе жеңіліп қаламын. Бір жолы бар. Қара, бізде саған не бар? О, жоқ, Жамбырлыға зиян тигізбей тұрып жоюымыз керек. Бақытымызға қарай дер кезінде қолға түсірдік. Сен нені жоғалтып және менің күшім Жамбырлыны неге тартып алмақшысың? Сен жоқтағың келетін тағы бір нәрсе бар ма? Жарайды, мен жай айтқым келді. Жамбыр, сен кемсіткенім үшін кешір. Бірақ сен мен үшін де, табиғат үшін де маңыздысың. Сенсіз мен де табиғат адамдарға егінді ұстауға көмектесе алмас едік. Жақсы, және бұрынғыдай бақытты болайық. Дұрыс, Жамбырлы, біздің арамыздағы жанжалды тек сен шешесің. Бізге сен керексің. Әдемі достық қандай өкінішті. Өкінішке орай қазір Жамбырлыға не айтсан да пайдасыз. Өйткені ол Жамбырлының өз бақылауынан бірте-бірте арылуына Күншуақ пен табиғаттың шынайы сөздері көмектесті деп Мелиса күткен жоқ. Күншуақ, табиғат, мен кешіремін екеуіңді. Сен не істеп жатырсың? Мені тез босатып оларды құрту туралы бұйрығыма бағын. Бірақ олар достар, дұрыс, олар менің ең жақын достарым. Жамбырлы, бұл есіңде болсын. Жоқ, олар емес, оларды жояйық. Жоқ, мен жоюым керек, ол сенсің. Жоқ! Түсіндік, біз Мелисаны жеңдік. Оянуыма себепкер болған сөздеріңіздің де арқасы. Достарым, сендерге көп рахмет. Жамбырлы, сен ренжіткенім үшін кешір. Қазір біз әркімнің өз күш-қуаты бар екенін және бірлік ең үлкен күш екенін түсіндік. Ендеше мәңгі бірге болып бақытты өмір сүруге уәде берейік. Содан бері 3 пері тату-тәтті өмір сүріп, халыққа мол өнім берді.